Сәлеметсіздер ме? Менің онлайн сабағыма қош келдіңіздер. Бүгін менің онлайн сабағымның өтетін екінші тақырыбым Learning Cup бағдарламасы. Бірінші сабақта да мен сіздерге Learning Cup бағдарламасын көрсеткен болатынмын. Ол жерде мен жалпы бұл бағдарламаға қалай тіркелу қажет, бұл жерде біз қандай мүмкіндіктері бар, жалпы бұл бағдарламаның не екенін айтып өткен болатынмын. Ал бүгін мен тек қана тапсырма жасап көрсететін боламын. Сіздер бұл сайттан дайын тапсырмаларды ала аласыздар. Мысалы, сізге қандай пәннен керек? Негізінде бұл сайтта қазақ тілінен тапсырмалар өте аз. Сол үшін де өзіңіз жасаған тапсырманы сіздер барлығын көре алатындай қылып шығарсаңыздар болады. Сол кезде сіздің тапсырмаларыңызды осы сайттан іздеген басқа адамдар таба алады. Ал енді дайын тапсырманы оқушыларға жіберу үшін мына жақта тапсырма шықты, көріп отырғандарыңыздай 3-ші сынып әртүрлі тақырыптар берілген. Әр тақырыпқа бөлімге бөлініп тапсырма берілген. Оның ссылкасын аласыздар, копировать ету арқылы оқушыларыңызға WhatsApp желісіне жібере аласыздар. Ал енді мектепте тағы да басқа оқу орындарында оқушыларға түсіндіретін болсаңыздар, сохранить в моих упражнениях батырмасын басасыздар, содан кейін интерактивті тақта арқылы оқушыларға түсіндіре аласыздар. Ал жалпы сіздерге керек, бұл жерде шаблондар көп қой, сізге керек тақырып немесе тапсырма болмаса, оны өздеріңіз жасап аласыздар. Оны біз қалай жасаймыз? Қазір мен соны көрсететін боламын. Жалпы қазақ тілінен де бұл жақта тапсырмалар берілген. Мен қазір шаблон аламын осы жерден. Не көріп тұрсыздар ғой, көптеген тесттер берілген, міне қазақ тілі әдебиеті сабағына да берілген. Енді мен викторинаны істеу арқылы сіздерге көрсететін боламын. Жалпы бұл шаблонға мен тапсырма түсірген болатынмын өзім. Қазір мен сіздерге сол дайын жасағанымды көрсетіп өтейін, және тағы да біреусін қосу арқылы сіздерге дайынын көрсетемін. Мен осыны сақтаймын. Сохранить упражнение дегеннен кейін, ваше упражнение было успешно сохранено. Менің тапсырмаларым бағаны, яғни мои упражнения жерінен оны көре аласыздар. Міне, ссылканы копировать ету арқылы оқушыларға жібере аласыздар. Енді создать подобное упражнение немесе доработать упражнение, яғни өңдейміз. Бұл жерде мысалы тағы да тапсырма қоссаңыздар болады. Немесе ответ қоссаңыздар болады. Мысалы, мен қазір сұрақ қосамын. Вопрос. Сезу мүшесі. Ауыз. Мұрын. Ақтик. Енді қайсысы дұрыс екенін сіздер өздеріңіз белгілейсіздер. Мынаны алып тастауды ұмытпаңыздар. Бізде екінші вариант дұрыс болғаннан кейін соны правильно деймін. Ал енді суретті біз осы суретті қалдырамын мен әзірше. Ал басқа сурет алғыларыңыз келсе, искать картину арқылы сіздер интернеттен өздеріңіз сурет таба аласыздар. Викторина деп жазып, бағана мына суретті алған болатынмын. Бұл жерде өте көп суреттерді таба аласыздар. Жалпы мен осылай қалдырамын барлығын. Енді қарап көрейік. Случайный порядокпен мен сұрақтардың орнына осатындай алып қойдым. Сол кезде сіздер оқушыларға, әр оқушыда тапсырма реті әртүрлі болып көрінетін болады. Неге мен қазір келесі тапсырмаларға өте берейін. Ал егер оқушы қате жауап берсе, қалай болатынын да көрсетем қазір. Келесі сұраққа өте береді оқушы. Өлі табиғат бізде тас. Сезу мүшесі мұрын. Бұл сұрақты мен ең соңғы жазған болатын. Көрдіңіздер ғой, орнына оса береді. Есту мүшесі құлақ. Енді қараңыздар, оқушыға қалай шығады? 5 сұрақтың 3-еуіне дұрыс жауап бердім деп шығады. Бұлай болу үшін біз оны қалай істейміз? Ол үшін біз мына жерден оценка в конце деген батырмаға птичка қоямыз.
Ал егер оны қоймасаңыздар, оқушы сол қате белгілеп қойған жауабын дұрыстап жүргізе алатын болады. Ал нақты қандай сұрақтарға жауап бергенін білу үшін біз осыны басамыз. Ал егер случайный порядокты баспайтын болсаңыздар, сіз қалай бердіңіз тапсырманы тура солай барлық оқушыда бірдей болып қалады. Сол үшін де осы случайный порядокты қойған ыңғайлы болады сіздерге. Жалпы бағдарлама сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Енді сіздерге осы бағдарламаны Learning Cup бағдарламасын толық меңгерді деген сертификатты мен сіздердің электронды пошталарыңызға жіберетін боламын. Ол үшін комментарий бөліміне өздеріңіздің электрондық пошталарыңызды жазып өтіңіздер. Сіздерді келесі сабақта күтемін.